Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Үш деген жер. Неден басталыпты? Глаголдан басталыпты. Янқатиғу. Янқатиғу. Матару. Матар деген мына сөз ме? Матару. Жауын. Жауын тоқтайды. Тоқтайды. Тоқтап жатыр уже. Тоқтап жатыр немесе болашақта тоқтайды. Екі жақты да білдіреді. Янқатиғу матару десек тоқтап жатыр. Жауын жай жауа бастады. Нөсер емес, ақырын жауып бастады. Яғни тоқтап жатыр. Янқатиғу матару. Янқатиғу матару. Жаңбыр тоқтады. Тоқтады емес, тоқтады болса өткен шақ, мағдай болып қалады. Тоқтады емес. Тоқтайды. Тоқтайды, немесе тоқтап жатыр. Міне тоқтап жатыр, ақырын тоқтап жатыр. Янқатиғу. Бізде хамзатул қатақ деп сөйлестер, хамзатул уасыл деген бар. Хамзатул қатақ деген бар. Янқатиғу дегенді сіздер бірден түсіндіруларыңыз керек. Мұғалім керек емес сіздерге янқатиғу деген түсіну үшін. Сіздер өйткені хамза қатақ дегенді білесіздер, хамза уасыл дегенді білесіздер. Демек, не деген болу керек қой сіздерде. Бұрынғы сіздерде багаж көп. Багаж көп. Янқатиғу деген жерде қатақ. Янқатиғу. Я харфул мудара. Я деген ол деген мағынаны. Бір әріптің өзі ол дегенді білдіреді. Матар ол ма? Матар деген мен ба, сен ба, ол ма? Матар. Матар ол ғой матар. Мен емес, мен матар емеспін. Сен матар емессің, ол матар. Матар деген ол. Міне ол деген мына. Я күтубу ол жазады. Яқрау ол оқиды. Ол. Яджлису ол отырады. Ялабу ол ойнайды. Ол. Матар өткен ол. Янқатиғу. Бізде инфаала деген форма бар. Сіздер сарф форма бойынша. Инфаала. Сол жерде н-мен жасалатын сөздер бар. Н-мен жасалатын. Т-мен жасалатын сөздер бар. Н-мен жасалатын сөздер бар. Осы н бөтен. Бізде и бөтен. Я дегеніміз харфул мудара. Мудари әмір дейсіздер ғой. Мудари деген ол сөз. Харфул мудара деген жетістікті өткен шақтан айырып алатын харф. Осы келді ма, значит ол өткен шақ емес деген мағынаны білдіреді. Бірінші и деген әріп. Енді н деген әріп, ол да бөтен. Бұл сөзді түзуші әріптердің бірі. Сөздің мағынасын түрлендіруші әріптердің бірі. Енді біздің қатақ деген сөзіміз енді. Қадан басталады біздің сөзіміз? Янқатиғу. Янқатиғу. Мына хамзатул қатақ деген мына келінді. Қатақ. Қатақту биссикки, пышақпен кестім. Мәселен, қатық деген кесімді. Сенің кесімді түрде шештіңіз ба осыны? Кесімді түрде кесу деген мағынамды. Нақтылық деген мағынамды. Сонда и бөтен, н бөтен бізгі қатық. Янқатиғу дегеніміз кесіліп жатыр. Не? Жауын кесіліп жатыр. Не ол кесіліп жатыр деген? Тоқтап жатыр. Тоқтап жатыр. Тура мағынасы жауын жауып тұрған еді, жауын кесіліп жатыр. Тоқтап жатыр. Нөсер тоқтап жатыр деген мағына. Осында жетістіге бір бес әріп болып көрініп тұр ғой, сіздердің көздеріңге бес әріп болып көрініп тұр ғой. Бірақ сіздер мұна үш әріпті бұлна біледі екенсіздер ғой. Сіздерде ассоциация болу керек осындай нәрсе. Бұрынғы багаждарыңызбенен қазіргі өтіп жатқан сабақпенен ұштастыра білулеріңіз керек қой. Түсіндіңіздер ме? Янқатиғу матар. Енді матарды үшіге жазамыз. Матар бізде қалай болып тұр? Әлиф ламмен болып тұр.
Янқата ол матар. Матар жайында бізде мәлімет бар, сондықтан әлифлармен. Янқата ол матару. Янқата ол матару. Матар. Кто, что болып жатыр бұл жерде? Матар. Сондықтан рафа жағдайында тұр. Хал деп атайсыз, рафа хал. Рафық деген. Рафақ деген кто, что. Кім, не? Бұл үш сөйлем болды, иә? Иә. Келесі, төрт дегенді сіз оқыңыз. Асты ғой. Астында төрт. Ясирус сахабу. Сайыр дегеніміз жүру деген. Сираны оқисыздар ма сіздер? Пайғамбардың бүйтіп жүріп өткен жолы. Бүйтіп жүріп өткен жолы. Жүріп өткен жолды сира деп атайды. Сайярамен келіп жүрсіздер ма, немесе автобуспен ба? Такси. Сайяра ғой? Такси деген машина, жүретін құрал. Сайяра деген. Сира. Жол, жаяу жүру. Жоқ, сайяра деген машина. Машина деген... Не, машина не істейді? Жүреді. Сайяра. Ой, бұның бәрі түсіндіріп қойған еді. Тиктокта бәрі бар менде. Тиктокты қарамаймыз? Иә, тикток деген қарамай қойыңыздар, ол жаман жер. Мүмкін... Мен ютубта да қарай берсеңіз болады мені. Ютубта да қарай. Жалпы сеткаға аз көп қолданбаңыздар, Мен тиктогымда жоқ ой. Міне, ясиру сахабы болды, сізде. Ясиру сахабы. Сайыр деген жүру деген сөз ғой, ясиру. Не істейді? Жүреді. Ясиру. Жаңбыр жайында отыр ғой бізде. Сахаб деген болды, ол жүреді, шама жүре ма? Ясиру сахаб. Көше ма? Ясиру сахаб. Жүреді айтыр, қимылдайды. Жүреді. Сайыр. Ясиру сахаб. Өшеде мәт бар да, бірақ мәт өзінің ғалымы өзегі. Сайыр ғой екен, ясиру. Бұл жерде бөтен әріп тек қана қызыл, харфул мудара. О, сахаб деген ол ғой, бұлт, бұлт. Мен бұлт емеспін. Сен бұлт емессің. Ол бұлт. Ол болғандықтан үй болды. Ясиру жүреді. Бұлтта жүреді, Ясиру ас-сахаб. Демек, сайырды біліп алдық, сайыр деген сира, сир а'ламин нубала деген бар. Бүкіл сахабалардың өмір тарихы жинақталған не бар? 30 том. Ол деген. Сир а'ламин нубала деген не? Өмір баяндардың жинағы ғой. Ясируды қалып беріп жазып. Ясиру жүреді. Жүрді емес, жүреді. Ас-сахаб. Сахаб. Сахаб деген жерде шадданы береміз. Шаддан өзіміз қойдық, шадда жоқ еді жерде. Мәткермен береміз. Ас-сахабу. Бұлт, Ас-сахабу деген бұлт. Бұл да кто что болады. Енді сонда тура бұның алдындағы сөйлем сияқты етістіктен басталады. Бұны етістіктік сөйлемдер деп атайды. Бұның алдында әл-хадиқату жәмилатун болса, есімдік сөйлем деп атайды. Есімнен басталса есімдік деп атайды. Оларда грамматикасы қарапайым да осындай. Бұна етістіктен басталса, қандай сөйлем мынау деген кезде, бұл етістіктік сөйлем деп атайсылап болды. Рахат болады. Сонда, ясиру дегеніміз біліп алдық. Бұлда бір дегенімізде сайыр деген, сира деген. Сира деген пайғамбардың жүріп өткен жолы деген сөз.
себебі бірақ соның мынау етістігі жүреді. Енді мына сөзді жаттау керек. Біз қазақтар қолданбайды, сахабтар қолданбайды. 4 арқылы жаттап аласыздар. Мынау мәт. Сахабу деп жаттап аласыздар. Бұлт жүріп бара жатыр. Немесе жүреді, бұлт жүреді. Деген сияқты. Сұрап жіберейінші. Сонда анау фиғлын неді? Фиғл мұлар. Жоқ. Фиғлын... Ой, жаңа айтып тұрады қазір. Калиматун деген неді? Калима деген сөз. Жоқ. Фиғлын Ойыңызға түскен кезде айтасыз ғой. Ол 4 болды сізде, енді сіз 5 оқыңыз. Ол кісі 5. Тәтлуғу шәмсу. Шәмс. Күн ғой. Шәмс деген күн не? Демек, ятлығы деп атқан жоқпыз, татлығы. Демек, күн женский родта. Күн женский родта. Сондықтан, үйдің орнына тә қоя саламыз. Қарпын бұлар білдікті. Бізде Н деген бар, А деген бар, бұның түрленіп тұруы ма, қалдың түрленіп тұруы, түкте проблема емес. Түрлендіріп жатырмыз да? Өйткені күн дегеніміз женский родта ғой. Ятлығы болмайды, татлығы. Талаға. Осының алдында бір талха дегенді айттық, талғат дегенді айттық, бұл түсінік болды. Татлығы. Шықты. Талаға дегеніміз. Шықты деп. Шығу бастау ма? Шығу. Татлығы. Шығады. Көтеріледі, шығады. Күн шықты ма сонда? Шықты емес. Шығады. Күн шығады. Шықты болу үшін былай болу керек, қараңыз. Бізде осы 3 әріп болсын әлі ғой. Шықты болу үшін мына болу қызыл, мына жақта болу. Мәселен, талғат. Немесе талақта. Ой, шыға келдің ғой, сен жоқ едің ғой, талақта. Бір адамға айта саламыз, ой, талақта. Шыға келдің, күн сияқты болып көріндің ғой, сен бізге деп айта саламыз. Мади болады, ана мұдарих болады да? Арт жағына қосылса, мады, өткен шақ. Алдына қосылса, мұдарих болады. Элементарный нәрсе. Бұл мады болу мүмкін емес дегенді түсіндіріп жатырмыз. Мұдарих. Алдына жалғаса мұдарих. Татлығы шығады, шықты емес. Мұна болса, талағат болатын болса, шықты болады. Мұна шығады. Татлығы шамсы. Енді бұл да шамсия әрпе. Артына қосылса мады болады. Жаңа түсіндім ғой. Жаңа мен сұрайын деп отырған. Фиғлын жүмләтін бола ма? Фиғлын жүмләтін. Ана исмін. Жүмлә фиғлия деп аталады. Мұны жүмлә исмия. Жүмлә исмия. Исмия. Жүмлә фиғлия. Жүмләтін фиғлиятын. Та жүмлә. Жүмләтін. Мұны зат есімдік сөйле. Анау етістіктік сөйле. Бізде анда ұстаз термин сөздерді. Ол кісі только термин сөйле. Міне. Татлиғул шамс деген. Біз ғой. Бірақ ана кісі терминмен айтқаннан кейін. Термин болғанда жаңағы ғой, жүмлә. Исмия, есімдік. Есімдік сөйлем. Мұны глаголдық сөйлем, глаголдық. Не дейді арабша? Жүмлә фиғлия дейді. Фиғлдан басталды деген сөз ғой. Осы фиғлдан басталды. Ол біздің миымызға сыймайды да. Фиғлдан басталса, фиғлдық сөйлем деген біздің грамматикада мүмкін емес. Бірге осылай сұрай салады. Бітті. Жаттандар. Жүмлә фиғл, жүмлә
жоқ біздің грамматиканы айтып жатырмын да біздің грамматикада мынау күрделі нәрсе болып қалады да бізде оларда қарапайым мынау существительныйдан басталғандықтан мынау предложение существительное мынау предложение глагольное предложение глагольное осылай қарапайым түрде түсіндіре салады ол глаголдан басталды ма глагольный есімнен басталды ма существительное предложение деп айта салды қарапайым олардың грамматикасы сіз оқып қойдыңыз иә 5-ті 6-ны сіз оқыңыз Получается, да? Арду. Арт деген жер иә арт деген жер тәжифу жаф жафаны қазақтар қолданбайды иә тәжифу арт женский родта екен ғой жер женский родта екен ғой бізде Земля тоже женский род. оларда земля иә соны яжифу деп айта алмайды екенбіз тәжифу деп айтады екенбіз ғой тура мынау сияқты Джаффа дегеніміз Джаффаф деген сөзден алды Жер деген сөз ол. жоқ құрғақ деген құрғайды тәжифу құрғайды құрғақ болады десек болады Иә. жер құрғайды қуаңшылық болады деген сияқты ғой Иә. тәжифу арду мына біреуді өшірейікші тәжифу арду мына түсіндік қой иә дамир артына келсе онда ол мады алдынан келсе ол мұда Осы келер. мынау осы шақ болуы мүмкін немесе келесі шақ болуы мүмкін алдынан жалғанып жатыр Иә. мына қызыл алдынан жалғанып жатыр біздің глагол ф екеу Иә. фның үстінде шарда бар ғой демек мына шарттық сөз ғой кәдімгі Иә. біздің көз алдымызда бір кішкентай сияқты болып көрініп тұр да мына т бөтен Яғни тәні санамағанда үшеу болып тұр да шарда болып. тәні алып тастасақ екеу ақ сияқты болып тұр да негізінде үшеу міне ф Алдына келсе дамир ма? айттық қой мұдар болады алдынан келсе Арттан келсе артынан келсе маде болады тәжифул арду әл арду тәжифул арду осындай жағдайда бізде арт деген сөздің бірінші әріпі таяқша болып тұр қиғаш деп қосылады арду алифлям ба осында? алифлям емес кәдімгі қызыл емес ол бірақ көкпен жазып лға әлиф қиғаш деп жазылған ешқандай да лям алиф емес арду тәжифул арду тәжифу құрғайды жер құрғайды немесе құрғап жатыр қазір құрғап жатыр немесе болашақта құрғайды қуаңшылық болады деген сөз мына мәселе енді ұлы деген әріп еш уақытта иілмейді ұлы деген әріп тек қана тігінен тұрады лға ұқсас екі әріп бар лға ұқсас екі әріп біреуі к біреуі а осы екеуі лға ұқсайды лға ұқсайды л біреумен жалғанатын кезде мына жалғану таяқшасы еді қой мынау иә л деген әріп мен лмын иә мен былай қарай жалғануым керек қой мен жалғанатын кезімде мына бірінші менің қасымдағы әріпке қараймын менің қасымдағы әріп к болатын болса к-ні иеміз к-ні майыстырамыз лға к-ні қосатын болса к-ні иіп алып кетеміз к қандай айналып кетеді ұлының қасында шыдай алмайды ешкім ұлы өте қуатты ұлының қасында дірілдеп кетеді мыналар бар ғой өзінің формасын жоғалтып алады
үйрекке айналып кетеді. Ара дірілдеп кетеді. билетіп жүреді. Билет жүре ма дейді. Оның қасына А келді ма? А, осылай стойки тұрған. Ол А деген. Ол бұлай қиғаштайды. Ол мынаның қасында бұлай тұра алмайды. Бүйтіп тұра алмайды. Егер мен А болсам, бұлай жалған алам, я? Жалған алам ғой. Бүйтіп келіп бұлай жалған алам ғой. Олай тұра алмайды екен. Сонда ляманис болып кетеді екен. Лямның қасында болды. Қалай тұрамын мен? Бұлай тұрамын. Лямның қасында ешкім шыдай алмайды. К да шыдай алмайды, А да шыдай алмайды. Майысып кетеді. Соны біліңіздер, бұл қағида. Неден туындап кетті? Артық деген жеке өзі тұрған кезде қалай тұрған еді? Арт деген сөз. Өз алдына рахаттанып тұрған еді ғой. Ешкім оған тиіспейді. Осылай ғой, тігіне тік тұрған еді ғой, не үшін тік тұрған еді? Әлif ләм жоқ еді. Ләм кірді ма, ол майысып кетеді бұлай, майысып кетеді. Ләм деген қуатты. Ләм өте қуатты. Демек, тәжифул арду дерге жер қорғайды. Жер қорғайды. 6 болды, сіз 7 оқыңыз. Шәкірт кейзет. Әр шәкірт менің жалғызым.